Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет тарихы үшін 8 қыркүйек атаулы күн болып қалды. Себебі, дәл сол күні ұлттық университеттің журналистика факультетінде озық маман технологиясымен толық жабдықталған телерадио орталық ашылды. Енді журналистика факультетінің студенттері теориялық біліммен қатар практикалық білімді шыңдауға мүмкіндік туды. Тарихына тоқталар болсақ, атаулы университетте телерадио орталық 70-ші жылдары ашылды. Негізін салушы ретінде Марат Барманқұловты атауға болады. Ол кезде небәрі радиотелемагнитофон, пленка секілді санаулы жабдықтар сонымен қатар мез басымдық алды. Бүгінде жоғарғы қарқынмен дамып келе жатқан, жаңа заманға сай технологиялармен толық жабдықталған телерадио студия факультет мақтанышына айналды. Ол ректорымыз Бақытжан Жұмағұлов арқасы екенін айтпай кету күнә болар. Талайды тамсандырған бұл телеорталықта сандық камера, аппаратты орталық, басым телестудиялар, қолы жетпей отырған телесуфлер, кабельді телестудиялық ТВ, дауыс өңдеуді үйренуге арналған студия секілді заманның озық технологиясы шоғырланған. Телестудиямыз Uvation компаниясымен келісімге отырған. Соның жемісі ретінде телеорталық төмендегідей телехабар жасаумен айналысады. Ректор сөзі, социум, видеовизитка, шешендік сөз, телехабар шығуына толықтай студенттер қауымы жауапты. Міне, осындай жаңалықтарға толы журналистика факультеті бүгінде гүлденіп келеді. Бар жағдайды жасаған атаулы университеттің ендігі түлектері озық ойлы, қайратты, ең бастысы сапалы білімді боларына күмән жоқ.